Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Студент қыз өзін жезөкше болуға итермелеген кімдер екенін жасырмай айтып берді. Әуестік пе, ақымақтық па, қалтадағы ақша ма, өмірдің өзі біле бермейтін бір қырын қызықтығым келді де, жас сұлу, жоғары ақылды қызметке дайын деген жарнамадағы телефон нөміріне тере қойдым. Ар жағынан үйде қабылдаймын деген соң мекен жайын біліп алдым да тарттым. Қалай барғанымды, қалай қабылдағанын айтып жатудың қажеті жоқ. Жұрт айта беретін қызықты көрдім. Құмардан шықтым. Ару десе ару, сұлу десе сұлу, кәсібін жетік білетін нақ көзі, жап-жас болып, соның бәрін қайдан үйренгенін таң қаласың. Оның бәрін порнофильмдерден үйренгенін жасырмайды. Ол ма, нақ әртіс те образға еніп, 12 мүшеңді балқытпай қоймайтындай дәрежеде орындайды. Ал шаруа біткен соң түк болмағандай баяғы қалпына заманатқа келе қойды. Маған бәрінен қызығы да керегі де оның осы жолға қалай түскенін білу еді. Соған арнайы дайындалып барғанмын. Рахмет саған, бірақ ақша төлеп кету салу ыңғайсыз болып тұрып, құр қол келмеген едім. Біраз әңгімелесіп отыруға қалай қарайсың, деді киініп жатып. Уақытым бар, қарсы емеспін, деді ол. Ендеше мынаны дұрыс алған екенмін, деді. Коньяк пен шоколадты ортадағы стол үстіне қоя салды. Ол ас үйге барып рюмкаларды әкелді. Таныстық үшін, денсаулық үшін алдық. Арасында музыка тыңдап, бұралқы әңгімелерді араластырдық. Не керек бір-біріміздің сенімізге енгендейміз. Бір нәрсе сұрауға бола ма, деп алдым әуелі. Манағы жасағандарыңызды ерескіл емес шығар, сұрай беріңіз, деді ол. Әлде мінезі солай ма, әлде ішке кеткен ащы судың әсері ме, жүзінен де үнінен де шеміркенудің ізі де білінбейді. Осы жолға қалай түстің, оны қажеті қанша, әдемі қыз болған соң мына кәсіпке қимағаным ғой. Бұл кәсіппен тек жаман адамдар айналысады деуге болмайды. Сонда да бір түрлі өмірде көңілдес ащы жай адамдарды көріп жүрміз. Дегенмен ақылы қызмет көрсетіп, әдемі дүниені кәсіпке айландырып, деп мәңгірлеп қалдым. Қалай ойлайсыз, студенттің стипендиясымен басқанды былай қойғанда күн көру мүмкін бе? Жоқ. Ендеше бізді бұл кәсіпке итермелеп отырған қолында билігі бар шенеуніктер. Мұның не деген реніште сұрағаныңызда маған емес, соларға қойыңыз. Ал маған университеттегі бітіріп, жыл сайынғы миллионға тарта ақшасы бар ақылы бөлімде оқиды. Мамандық алып шығу керек, әйтпесе мүлде жерде қаламын. Жерде қаламы деген жай сөз, ашта өлуім мүмкін. Ал қолдан келіп тұрған суық оқып біліп алу қажет. Бұл үшін арды аяқты басу да басқа таңдау қалған жоқ. Сіз қыздықтан неге айырылдың, деп ренжіпсіз. Сіздіңше дұрыс, жалпы дұрыс. Дұрыс болғанмен қайтпекпін. Ауылдағы әке-шеше мұндағы мені асырамақ түгіл, қолдарындағы қалған балаларын аштықтырмаса болғаны. Басқа ешкімім жоқ. Жаны ашығансып отырған сіз әлгі $100 жай неге бермедіңіз? Жай да берер едім. Қанша уақыт? Мен 4 жыл оқиды екенмін. Одан кейін тағы да 2 жылдық магистратура бар. Сонша тегін асырап киіндіріп тұрар ма едіңіз? Енді қолдан келгенше, деп міңгірледім. Солай ма? Ал мен де студент қыз қаншама. Ащы шындықты айттың, қолдан келер қайран жоқ. Жарайды, басқа әңгімеге көшейікші, деді де ішіп одай ашыды. Қиналмай-ақ қойыңыз, қазақ қыздарын көз көрмек түгіл, құлақ естімеген жаман кәсіпке жаппай итермелеген сіз емессіз, және осы болдырмау түгіл тежеу енді мүмкін емес. Бәрі әлеуметтік теңсіздіктен туындайды. Қалап алған жолымыз болған соң көретініміз осы. Бәрінен өкініштісі, әлсіздік үнемі қорлық көретіні. Иә, дедім, мұрын астынан міңгірлеп. Мен осы жолға салған күнкөрістің тамшылығы да емес, өйтіп-бүйтіп тамақ тауып жүргенімін алғашқыда. Ендеше сол жолдан неге айырылдыңыз? Ол да оңып тұрған жол емес. Фон Филипп бағындағы меморияға жұрттың гүл апаратынын білетін шығарсыз. Иә, сол гүлдерді
кешкісі адам аяғы сыбырласқан соң жинап алып басқа жерге апарып сатып жүрдім. Бұл іспен әлгі күнге дейін жас студенттер айналысады. Қалай дегенмен де жейтін нан табуға болатын еді. Бір күні полицияға ұсталдым. Тірек пунктіне апарды да қамады. Вандализм дейді, соттаймыз дейді. Не керек, жыламаған біреу айтқаныма көнсең түрмеде қалмайсың деді. Жалындым, жыладым, болмады. Ақыры көндім. Білесіз бе, әлгіде сізбен болған уақытымды сізге ұнау үшін ба, өнерімді салсам да өзім де ләззат алып қалдым. Ал анаумен болғанымда құрысын ойласам болды, құсқым келеді. Өзі бір шегірткенің айғырындай ғана немен екен, және әйелдердің жағдайын жасамай сұңқылдай беретін өлі дүниеге дейтін бір дөрек. Жыныстық қатынасқа алғашқы түсуім екен-ақ. Жаймадағы қаннан ақ біліп, бір қатынастан соң тиілу керек еді. Нақұрыс түні бойы үстіме түскен жоқ. Ертесінен жатақханаға әрең жеттім. Келіп жылап-жылап жатып қалдым. Содан ертесі күні тұрдым да өзіммен бірге оқитын жерлес досыма мен жезөкшелікпен айналысамын деп ашық айттым. Досым жаның жайсаң ашық жігіт, білетін ақылын айтып, жаман жолға түсуден қайтармақ болды. Бірақ мен болған оқиғаны өкпесіз ашық айтып көндірдім. Әйтеуір міне содан кейін осы кәсіпті бастадық. Алғашқыда қиындау болды. Әйтсе де уақыт шындады. Қазір міне кәсіпқой жезөкшемін. Қыз өзін өзі мазақ қылғандай мырс етті. Мен де өліктің бетіне шіміркенбей қарауға еті үйреніп кеткен мүрдехана қызметкерлері секілдімін. Табыс жақсы шығар дедім. Шынымды айтсам, банкте депозитім бар. Мақсатым университетті бітіріп шетелге жұмысқа кету. Сосын баспана, машина алып, жұрттың жалақысын естігенде сілекейім ақпайтындай дәрежеге жеткен соң күйеу алса тием, алмаса баламды туып өздігімше тәрбиелеймін. Білгіңіз келген осы болса, кәсібім жайлы жасырғаным қалған жоқ. Ризамысыз? Рахмет. Дегенмен кескін келбетіңізге, сөзіңізге, ой-өрісіңізге қарасам періште секілдісіз. Ал мынауыңыз күнә ғой. Құдай өзі кешірер. Жалпы алғанда күнәһар мен емес, мені осындай жолға итермелегендер. Ең әуелі жеріміз бай бола тұрып, халықты кедейлікке душар еткен басшылар күнәһар. Содан соң мені қыздығымнан айырған ана сүмелек полиция күнәһар. Жалпы алғанда халықтың көпшілігі күнәһар. Әсіресе осының бәрін көріп біле жүріп, жоғары жаққа айтып, студенттерге жағдай туғызу керек деп айта алмай жүрген ғалымдар, жазушылар, ақындар, жалпы зиялылар күнәһар. Ендеше қайтесіз? Егер Алланың бары рас болса, тозақ отына жанатын жалғыз мен ғана емес екенімді өзіңіз де білесіз ғой. Оны жақсы студент екенін төмінде өзі айтқанындай, жетістіктерге жететін сөз сапасындай ақ түсіндім де, небәрі жақсыны жылатып, тығырыққа тіреп қойған мына заманға іштей лағнет айттым. Қайтейін, қолдан одан басқа не келеді? Құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.